Мына бөлек алып бересің. Бере сал. Мен өзім атымнан бір велосипед. Андай велосипед пиндомда 4000 теңге тұрады, алып бересің ғой. Бұл кісінің әкесі қари кісі. Машалла. Мешітімізде бас имам болып жұмыс істейді. Машалла бауырым. Онда бүйтейік. Мына ақшаны мыналарға бөліп берем. Шәкірттерім, медресектерім, келіндер бері. Бәрін келіндер бері қарай. 10 мың сізге, 10 мың сізге. Аллаху әкбар деп қойыңыздар. 10 мың сізге, 10 мың сізге, 10 мың сізге, 10 мың велігіңе көріндік. 15 мың артық қалды. Қайда? Машалла. Сен де сол жақ? Аха, мен. Нешедесің? 17-тем. 17-тем. Мынау сізге. Жарқын ұстаз алған жігіттер, алмаған велик алмағандардың бәрінен бір велик. Жарқын ұстаз, кетпей тұрыңыз енді. Жоқ, кетпей тұрыңыз енді, конкретно. Жарқын ұстаз айтады. Велик алмағандардың бәріне менің атынан бір велик дейді. Дұрыс па? Бәрі дегенге Нұрекең класстастар кеп тұрмасын? Жоқ, сендер барып тұрмаңдар ертең. Бұларды велик көтере алмайды бұрадан. Осы мынау Алла жолында жүрген жігіттерге, жаңа қалған велик алмаған жігіттерге бір великтен ғой. Бұрадан, түбі сауапты өздерің алып атыр кесіңдер. Жайлап сауаптарына кірсейік бізді. Бүгін маған бірдеңе берет шығарсын той басқарғаныңа. Содан 100 мың теңге берші, братан. Қазір берем мен сізге. Машинамда қалып қойды ақшам просто. Көке, велик керек емес па? Велик проблема батыр мына жерде. Қанша мында? Шәкірттер, мұнда тұрыңдар. Сендер бұндай тамадан көрмеге шығасыңдар. Сендер ойлайсыңдар ғой. Молда ала береді, тамада ала береді. Жоқ, Аллаға шүкір. Аузымызда Алламыз бар. Мен өзім атынан сендерге 100 мың теңге берейін. Сіздің мешітте ғой бәрі. Кім бұғалтыр? Санап, неқін жүрме, жарай ма? Сен ваше қатысын жоқ бұған. $100 мың теңге медреседегі балдарға тамақ аласындар ма, PlayStation ойнап қуып кетіп жүрмеңдер. Бұл чисті менің атынан. Жарқын ұстаз 5 велик атты, бауыры 1 велик атты. Арыстан аға екеуіңізден. Кімнен болса да айтыр, сіз келдіңіз ғой. Қияметте сіз жауап бересіз ғой. Аманатты сіз алып келдіңіз ғой. 100 мың теңге чисті тамаданың атынан. Тамадаларда адам екен білесіңдер ма негізі? Менің өзімнің отбасының атынан, осы тойдан кім қайсысы үлкені? Ернар кел. Ернар, или таратып берейін, ә? Таратып бересің? Жетпей қалама деп тұрмын ғой. 10-10-нан берейін, ә? 10 мың. Бірақ дұға етіп қойындар, ә? Сабыржан деген тамада ұлды болсын деп, ә? Просто Алла маған 3 қыз берді да, жәннаттың есігі ашық тұрған сияқты өзіме ше. Иншалла. Тұра тұршы, мен сауабымды неғымаңдашы. 10, 20, 30, 40. Бердім ғой, 50, 60, 70, 80, 90. Кәсіпкер бауырларымыз. Тағы 100 мың беріп атыр. Болат бауырымыз, Үрістем. Конкретный жағдайларың жоқ па сендердің бағай негізі? Тұра береді екен бұларды. Алла разы болсын жігіттер. Үшеуің жиналып 10 мың бердім, 100 мың бердіңдер ма? Мен жалғыз өзім 100 мың бердім. Жалғыз өзім. Мен кәсіпкер емеспін. Мен осылай ақша тауып. Ондайым бағанан бері шықпайсың ба lan бекер таңат. Әшін 100 мыңнан айырылып қалдым ғой. Ал тағы бөлеміз енді. 100 мың керек емес деп айтпайды екенсіңдер да, я сендер. Жалмауыз.
Сізге қазір тұра тұр. Ақшаны жинай берсін сен пока. Сізге 10 мың анжақа бер. 10 мыңдық бер анжақа. Тағы 20 мың артылып қалды. 20 мың артылып қалды. Бұғалтырге берейін, е? Жоқ, о кісіге бермей қойын. Неше болды? Тағы бірдеңе? Әрқайсысына 20 мыңнан Мұхаммед бауырымыздан. Тұра берсеңдерші, жынды отыр да. Басқанын білмейм. Бейбарысын емес, сендердің сүндет тойларың болып атқан сияқты мына жерде. Сүндет тойларың құтты болсын, жігіттер. Сүндетке отырғанда бүйтіп ақша жинамаған шығарсыңдар сендер.